Баршаңызға сәлем. Кабачоктан не дайындауға болады деп ойланып жүрсеңіздер, менімен бірге осындай овощной блинчики пісіріңіздер. Жаз мезгіліне өте тойымды, таңғы асқа немесе тіске басар ретінде дайындасаңыздар болады. Ал олай болса бастайық. Жұмыртқаға тұз, сүт қосып араластырамыз. Жұмыртқа мен сүт бөлме температурасында болғаны дұрыс. Екі ас қасық сұйық май қосамыз. Ары қарай бір дана кабачокты теркадан өткізіп аламыз. Кабачоктың ашық жасыл түсінен алуға кеңес беремін. Қанық жасыл түсті кабачоктар ащылау келеді. Енді бір дана картопты өткіземіз. Теркадан өткізіп алған картоп пен кабачоктың артық суын мыжып төгіп тастаймыз. Жұмыртқа мен сүт массасына қосып араластырамыз. Ары қарай ұнды қосып жақсылап араластырамыз. Блинымызға көк пиязды майдалап турап қосып араластырамыз. Овощной блинымыздың қамыры дайын болды. Табамызға кішкене май қосып қыздырып, жаңағы қамырымызды осылай жайып шығамыз. Табамыздың қақпағын жауып, орташа отта 2 минуттай қуырамыз. 2-3 минут уақыт өткеннен кейін блинымызды аударып, қайтадан қақпағын жауып қоямыз. Блиныларымыз піскенше тұздық дайындайық. Тұздыққа, қаймаққа кішкене чеснокты мыжып қосамыз. Қаймақтың орнына майонез қолдансаңыз да болады. Дәм талғауыңызға қарай тұз, бұрыш қосып араластырамыз. Мен кішкене көкшөпте қосып жібердім. Осымен тұздығымыз дайын. Блинымыз да дайын болып қалды. Әр блиныға 4-5 минут уақыт кетті. Әр бетінен 2-3 минут уақытта пісірдім. Жаз мезгілінде оңай әрі тез дайындалатын керемет тағам. Картошка, кабачок, көк пияздың дәмі бір-бірімен жақсы үйлеседі. Шетіндегі тұздығымен тіптен керемет шығады. Егер сіздерге видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Алдағы уақытта кабачоктан тағы да тағамдар жасайтын боламыз. Арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі жүздескенше сау болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.